Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен тауықтың төс етінің өте дәмді түрде дайындалуымен бөлісетін боламын. Ол үшін біз тауықтың төс етін алып, осындай пышақпен тілімдер жасайтын боламыз. Видеоға қарап, барлығын видео бойынша жасасаңыздар қателеспейсіздер. Содан соң тілімдер жасап болғаннан кейін үстіне тұзын, бұрышын себетін боламыз. Содан соң пісіретін табамызды қыздырып, ішіне сары май немесе оливковое маслоны қыздыратын боламыз. Тұзбен бұрышталған етімізді ұнға саламыз. Және екі жағынан да ұнмен малып, қызып тұрған майымыздың үстіне салып қуыратын боламыз. Видеоға сәйкес көріп отқандарыңыздай жасасаңыздар, мүлдем қателеспейтін боласыздар. Мінекей екі грудинкамызды да салып, тауықтың төс еттерін салып, екі жағынан қуыра бастаймыз. Содан соң тазартылған сарымсақты, яғни чеснокты алып, майдалап пышақтың көмегімен турап аламыз. Сарымсағымызды майдалап турап болған соң, етімізді екінші жағынан аударып қуырамыз. Қызарғанша, әдемі қызыл корочка пайда болғанша, екі жағынан асықпай қуыратын боламыз. Тағы да аздап сары майымызды салып, осы сары майдың ерітіп қуырғаннан кейін үстіне сарымсағымызды саламыз. Майда етіп туралған сарымсақ пен майдың дәмі бөлменің барлығына сіңіп, әдемі иіс шығады. Үстінен аздап мед саламыз, сұйық медтан құйсақ болады, және соя тұздығын салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, етімізге сіңгенше қуыратын боламыз. Дайындалып жатқан етімізді толығымен піскенге дейін аз ақырын жағып тұрған отта екі жағынан алмастырып, жақсылап қуырып аламыз. Дайын болған еттерімізді бөлек ыдысқа салып, қасына гарнирмен немесе гарнирсіз де отбасыңызға сөзсіз ұнайды деген ойдамын. Ал көп жағдайда мен бұндай тағамдарға гарнирге күрішті қайнатып, сумен, маймен бұқтырып, пісірілген гарнир бергенді жақсы көремін. Сіз де дәл солай беріп, үстіне қалауыңызша зелень сеуіп, әсемдеп берсеңіз, отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды, комментарий қалдырып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Сау, саламат болыңыз.